Баршаңызға сәлем, Нұрфильмс арнасына қош келдіңіздер. Бүгінгі шығарылымда 2017 жылы шыққан Фердинанд мультфильмін сіздерге қысқаша баяндап беремін. Арнам ұнаса тіркеліп, лайк басып, бізді қолдап кетіңіздер. Кейініректе жаңадан мультфильмдер де киноларда шығады. Испания ауылдық жеріндегі Каса дель Тародан басқалардан мүлдем өзгеше бұзау Фердинанд тұрады. Оның түрінің басқа мүшелері ересек бұқалар сияқты күш сынасып жатқанда Фердинанд толығымен бейбіт төбелесуден бас тартып уақытын гүл иіскеумен және өсімдіктермен сөйлесумен өткізуді жөн көреді. Bir күні Фердинанд аренаның ортасында өскен жалғыз гүлді суарып жатқанда жеңімпаздар көлігі келеді. Басқа бұзаулар қатты қуанады. Бұл не екенін білмейтін Фердинанд олардан сұрайды. Валенте ең мықты бұқаны жұлдыз болу үшін алып кететін көлік екенін түсіндіреді. Ұлы бұқа болатын күнді армандаған бұзаулар Кастель Тароның чемпионы кім болатын туралы дауласа бастайды. Дау кезінде Валенте Боунсты құлатады. Ол аренадағы гүлді басып кете жаздайды. Кішкентай бұқаның гүлді қорғауға тырысып жатқанын түсінген Валенте оны төбелесуге мәжбүрлеу үшін өсімдікті жаншып тастаймын деп қорқытады. Бірақ бұзау онымен айқасудан бас тартып денесімен гүлді қорғайды. Осы кезде Матадор келіп ересек бұқаларды іріктеуге кіреді. Фердинандтың әкесі мен Валентенің әкесі бір-бірімен бәсекелесіп, аз уақыттан кейін Матадор Фердинандтың әкесін таңдайды. Кетіп бара жатқанда бұзау әкесіне барып, аренада төбелескісі келмейтіні дұрыс емес пе деп сұрайды. Әкесі өскен кезде ол аренадағы ең үлкен бұқаға болатынын айтып, оны тыныштандыруға тырысады. Әкесі де оны түсінбегеніне қайғырған Фердинандтан қоштасып, қораға қарай беттейді. Жарты жолда ол Валенте оның гүлін таптап кеткенін көреді. Қорада Фердинанд әкесінің аренадан чемпионы болып оралуын бірнеше күн күтеді. Бір түнде қызметкерлер қораны тазалап жатқанда ол жеңімпаздар көлігінің дыбысын естіп, әкесін көруге барады. Бірақ көлік ішінде ешкім жоқ екенін көреді. Әкесі жеңілді деп ойлаған Фердинанд қайғырып тұрады. Қоранын тазалап жүрген қызметкерлер оны көріп, орнына қайтаруға тырысады. Қорыққан Фердинанд есіктен Каса дель Тародан қашып шығады. Басқаша өмір сүруге жалғыз мүмкіндігі екенін білген Фердинанд рельстен өтіп жүріп бара жатқан пойыздың вагонын секіреді. Рельс бойымен бірнеше сағат жүргеннен кейін пойыз тоқтап, Фердинанд вагоннан түседі. Адасқан кішкентай бұзау орман аралап кетеді, бірақ ол ит үрген дыбысты естіп қашуға тырысады. Алайда құлап сайға түсіп кетеді. Құлағаннан кейін Фердинанд талып қалады. Келесі таңда ол қорада өзін көруге келген кішкентай қызбен оянады. Бастапқыда кішкентай бұзау Нинадан қорқады, бірақ оның да гүлді ұнататынын түсінгенде өзін қауіпсіз сезініп, соған сенуді шешеді. Нинамен бірге Фердинанд қорадан шығып, жолында кездескен барлық гүлдерді иіскеп, ферма алқаптарын аралайды. Осы гүлді жұмақта Фердинанд күндерін Нинамен ойнаумен және ферма жұмыстарын көмектесумен өткізеді. Бірнеше жылдан кейін ауыл алып бұқаға айналады, бірақ отбасымен бұрынғыдай өмір сүре береді. Ересек Фердинанд көктемгі мерекеге гүл өсіруді көмектесуді жалғастырады. Алайда үлкен күн келгенде Хуан Нинаға Фердинанд мерекеге бара алмайтын, өйткені ол тым үлкен екенін айтады. Бұқаны апарудан бас тартқанда ренжіген Нина іс-шараға барудан бас тартады. Бірақ ақырында Хуан оны көндіріп, отбасылық ит-паконы алып баруды ұсынады. Олар кеткеннен кейін Фердинанд төбенің басына шығып, Хуанға бағынбау немесе қалау керектігін ойлайды. Біраз ойланғаннан кейін ол ақыры испан көктемнің классикалық іс-шарасы гүл фестиваліне баруды шешеді. Жеткен кезде бұқа Нинаны іздеп, гүлдерді иіскей бастайды. Бұл оны көргендердің бәрін қорқытады. Біраз уақыт жүргеннен кейін Фердинанд ақыры Нинаны тауып, оған қарай жүреді. Бірақ жолдың ортасында оның басы кір жуатын жіпке ілініп қалады. Босатуға тырысқанда бұқа оңбағандықпен арқасынан араның шағынына тап болады. Қатты ауырсын көзіндегі шүберек кесірінен ештеңе көре алмаған Фердинанд айналада ары-бері жүгіріп, бәрін шошытады. Дүрбелең кезінде ол шар сататын дүңгіршектің қасынан өтеді, ал бір сәби оның мүйізіне ілініп қалады. Бұл оның көңілін көтергені сонша, сәби Фердинандтың көзінен матаны жұлып алады. Фердинанд көлікке қарай жүгіріп бара жатқанын түсініп, тоқтатуға тырысады, бірақ үлгере алмай көлікте соғып жібереді. Нәтижесінде сәби ұшып гүл жіпке ілініп қалады. Оны құтқару үшін бұқа баланың соңынан қатты жүгіреді. Осылайша ол оның жерге құлауына жол бермейді. Енді Фердинанд ақыры тынышталып жүгіруді тоқтатады, бірақ ол тудырған хаосқа байланысты айналымдағылар агрессивті деп ойлап, оны ұстауға келген жануарларды бақылау қызметіне қоңырау шалады. Ер адамдарды көрген Пако Фердинандқа жүгіріп фермаға қашуын айтады, ал ол олардың назарын аударуға тырысады, бірақ адамдар итке назар аудармай бұқаның соңынан жүгіруді жалғастырады. Қашу үшін Фердинанд сарайлар арқылы жүгіріп тығылу үшін үйге кіреді. Бірақ ол кірген үйдің тақтайшалар мұражайына ұқсас өте нәзік керамикалық және шыны заттарға тола болады. Өзінің үлкен мөлшеріне қарамастан Фердинанд ешкімнің назарын аудармау үшін абайлап жүруге тырысады.
бірақ құлағалы тұрған керамиканы жинауға тырысқанда үй иесі оның құйрығын қауырсынды шаңсорғыш деп қателесіп ыдыстарды тазалап жатқанда оны үйді аралап сүйрей бастайды. Өкінішке орай кемпірі мұның мұрнын тазалап жатқанда Фердинанд қатты түшкіріп кішкентай ханымды терезеден ұшырып жібереді. Фердинандты қоршаған полиция қызметкерлері оны тұтқындап жануарларды бақылау қызметі орны Кас-дель-Тороға апаратын көлікке отырғызады. Фердинандтың алып бара жатқанын көрген Нина оған жүгіріп барып офицерлерден оны жіберуін өтінеді, бірақ олар оған назар аудармайды. Қажылап үмітсіздікке ұшырайды. Күні бойы ұйықтамаған Фердинанд ақыры Каса-дель-Тороға жеткен кезде түнде оянады. Ол орынның мүсінін көрген кезде Фердинанд қайда екенін бірден танып, қатты үрейленіп, мүйізі рельске тұрып қалады. Жануардың қозғалысын көрген Каса-дель-Тороның иесі Марина мырза қызметкерлерінен оны тыныштандыру үшін ешкіні әкелуді сұрайды. Кенеттен Лупи есімді өте ақылсыз ешкі жүк көлігіне лақтырылып, онымен сөйлесе бастайды. Бірақ ол бір секундқа да тоқтамай сөйлескендіктен Фердинандты одан да қатты ашуландырады. Біраз уақыт мүйізін босатуға тырысқаннан кейін Фердинанд ақыры оның босап жүк көлігінен шығып, дәл ешкінің үстіне құлайды. Орнынан тұрғаннан кейін Фердинанд Лупиге тұруға көмектеседі және одан өзіне көмектесуін сұрайды. Бірақ ақылсыз ешкі бұқаны оны жаттықтыруды сұрап жатыр деп ойлап оны талдауға кіріседі. Оны жаттықтыруды бастауға қуанған Лупи өзінің жаңа оқушысынан басқа бұқаларға таныстыру үшін аренаға барады. Бірақ оны көргендердің бәрі Фердинандты бірден таниды. Басқа бұқалар Фердинандтың көлеміне таңғалғанымен Валенте кішкентай кезінде оны қорқытуға тырысады. Алайда Фердинанд арандатушылыққа құлақ аспай төбелестен бас тартады. Ескі әріптестерін қайта көргеннен кейін Лупи Фердинандты түнде ұйықтайтын қораға апарады. Түн ортасында үш кірпі ішке кіріп, олардың заттарын ұрлайды. Ұрлықтың ортасында Лупи үш кірпіні көріп, оларды балағаттай бастайды. Бұл нағыз түрлер соғысына әкеледі. Бұл хаосты тоқтатып тыныш ұйықтау үшін Фердинанд Лупиді ұстап кірпілерге оның тамағын алып кетуге рұқсат береді. Ол терезеге жетіп қалғанда Фердинанд не болса да үйге ораламын деп шешеді. Ол қорадан шығып қоршауға барады, бірақ кедергіден өтуге тырысқанда миын қуырып жібере жаздайтын тоққа соғылады. Фердинанд жерге құлаған сәтте үш ат пайда болып, оның бетіне күле бастайды. Оларды көрген Фердинанд олар көмектесе алады деп ойлап, қоршаудан қалай өтуге болатынын сұрайды. Бірақ аттар оны балағаттап, егер ол тағы бір рет өтуге тырысса, адамдарды шақыратынын айтып. Келесі таңда Лупи бәрінен бұрын оянып, қорадан шыққанда адамдардың Эль Примероның Кас-дель-Тороға келуі туралы сөйлескенін естиді. Қуанған ақылсыз ешкі қораға қайта оралып, барлық бұқаларды оятып, жаңалықтарды айтады. Бірақ қатты толқынмен ол Фердинандтың құйрығын басып қалады. Ол қатты тебініп қабырғаға соғылады. Осы кезде Марина мырза қонақты қарсы алуға сыртқа шығады, ал оның қызметкерлері бұқаларды босатады. Каса-дель-Тороға келгенде Эль Примеро Марина мырзаға зейнетке шығар алдындағы соңғы айқасын ең жақсы бұқаны таңдауға келгенін айтады. Жұмысшылар бұқаларды аренада дайындап болғанда Эль Примеро трибунаға барады, ал ер адамдар жануарлардың шығуы үшін қақпаны ашады. Бірақ Фердинанд аренаға кіруден бас тартып, басқалардың алдында болғандықтан өтуге жол бермейді. Жолды тазарту үшін Валенте Фердинандты артына теуіп жібереді. Осылайша ол аренаға кіреді. Жол ашылғанда басқа бұқалар да кіріп, бір-бірімен төбелесе бастайды. Бірақ қызметкерлердің бірі уақытында шыға алмайды. Ал Морена зертханада жасалған біртүрлі бұқа оны қуа бастайды. Морена ер адамды мүйізімен шабуыл жасағанда Валенте Фердинандтың басымен соғып, оны айқасқа шақырады. Бірақ дәл сол сәтте Уапо келіп Валентені мүйізімен соғып тастайды. Уапо өзіне деген сенімділік жоқ екенін білген Валентеге тұрып, Эль Примероға өзінің толық әулетін көрсету үшін оны шақыра бастайды. Бірақ Уапо қысымға шыдамай аренаның ортасына талып қалады. Досы үшін алаңдан Фердинанд оның жағдайы жақсы ма екенін көру үшін оған жүгіреді. Бірақ сол кезде ол Моренаны бұрып жіберген бонустың алдына шығып қалады. Нәтижесінде Морена қызметкерді алысқа лақтырып жібереді. Аренадағы дүрбелеңді көрген Эль Примеро бұқалар шайқасын тоқтатып, бұл жануарлар іс-шараға жарамайтынын айтады. Бірақ Марина мырзаның табандылығынан кейін Эль Примеро бұқаларға тағы бір мүмкіндік беруді шешеді. Егер ол чемпион жануарды таба алмаса, Каса-дель-Тороның бүкіл елдегі беделін жойып, орынды банкротқа ұшырайтынын айтады. Аренадан шыққанда басқа бұқалар Фердинандпен бәрін ұятқа қалдырған үшін дауласа бастайды. Бірақ олар дауласып жатқанда сырттан айқай естіліп, не болып жатқанын көру үшін шығады. Уапо таңдалғаннан тойлап жүк көлігіне отырады, бірақ көлік кетіп бара жатқанда Боунс бұл жеңімпаз көлігі емес екен, оны союға апаратын көлік екенін түсінеді. Түн батқанда Фердинанд Нина мен оның фермасы туралы ойлап отырғанда, ол бір түрлі дыбысты ести бастайды. Жан-жағына қарағанда ол Уапо үшін жылап жатқан Боунсты көріп, түні бойы оны жұбатуға тырысады. Келесі таңда Фердинанд қорадан шығып, Эль Примероның бұқалардың жаттығуын бақылап отырғанын
көреді. Бірақ ол Уапо мен сою орны туралы ойлауына тоқтата алмайды. Бұқаның алаңдап отырғанын түсінген Лупи оған барып оны жаттығуға ынталандыруға тырысады. Бірақ ол сөйлеп жатқанда Фердинанд Ангус шабуыл жасағысы келетін бөшкенің алдында қоян пайда болғанын көріп, оны тоқтатуға жүгіреді. Фердинанд не айтып тұрғанын түсінбеген Ангус бөшкеге қарай жүгіруді жалғастырады. Бұл Фердинандты оны қатты жылдамдықпен итеруге мәжбүрледі. Фердинанд қоянға жетпей тоқтауға тырысады, бірақ үлгере алмай кішкентай жануардан аулақ болу үшін мүйізін пайдалануы керек. Қоян қорқыныштан есінен танып қалады. Фердинанд суы бар бөшкеге мүйізімен құлағаннан кейін ес-түссіз жатқан қоянды көріп, оны тірілтуге тырысады. Өзінің оқушын не істеген көрген Лупи Фердинандқа барып, оны айқасқа шоғырлану үшін онымен төбелесе бастайды. Бірақ бұқа ол төбелескенді ұнатпайтынын айтып талап етуді жалғастырады. Оның ойын өзгерту үшін Лупи Фердинандқа бұқалар шайқасында би ретінде қарауды айтады. Бірақ олар мұны естігенде 3 ат тағы да пайда болып, бұқалар билей алмайтынын айтып ешкіні мазақтай бастайды. Қателескенін дәлелдеуге бел буған Фердинанд қоршауға жақындап, тап биін бастайды. Фердинандтың биін көрген аттар оның қимылдарын мазақтап, командалық би қадамымен жауап береді. Олар аяқтағанда Ангус Фердинандтың үшеуге қарсы жалғыз екенін көріп, Лупидің орнынан гармоникасын қайтарып беруін сұрайды. Ол аттарға қайтадан билейді. Аттар үшеумен қайта билеп Фердинанд пен Ангусқа қарап тұрғанда денелерімен жүрек пішінін жасайды. Олардың кезегі келгенде кірпілер электр қоршауындағы музыканы қосады, ал баунс, брейк данс қадамдарымен айқасқа қосылады. Енді үшке қарсы үшеу болып, бұқалар мен аттар стрит данс жарысын бастайды. Бірақ тез арада Морена жарысқа кіруді шешеді және өзінің шаршы арқасымен аттардың жетекшісін жекпе-жекке шақырады. Моренаның айқасқа қосылуымен бұқалар қарсыластарын оңай қорлайды. Жеңіліп жатқанын білген аттар бір-бірімен төбелесе бастайды. Ақырында олар қоршауға тиіп тоққа ұшырайды. Шайқастан кейін бұқалар жеңістерін тойлау үшін сор науқасына жақындайды. Бірақ Валенте оларға келіп төбелеспейтін бұқалардың әрқашанда сою орнына баратынын еске салады. Оның шындыққа жанаспайтынын білген Фердинанд сыртта олар қалағанын істеуге еркін бола алады деп дауласады. Бірақ Валенте егер Фердинанд шынымен еркін болса, оны Каса дель Тороға қайта жібермес еді деп жауап береді. Валентенің айтқанына сенген Баунс пен басқалар жаттығуға қайта оралып, Фердинандты Лупимен жалғыз қалдырады. Онымен бірге бұқа сол түнде қашып, оны Нинамен кездестіретінін айтады. Бұл ешкіні қатты қуантады. Қашу жолын ойластырған Фердинанд кірпілерге барып жоспарын орындауға көмекке сұрайды. Бірақ олардың айтуынша жалғыз шығу жолы адамдар тұратын үй арқылы өту. Басқа амалы қалмаған Фердинанд терезеден секіріп гаражға түседі. Бірақ ол Эль Примероның көлігінің үстіне құлап кетеді. Ол шу шығара бастайды. Дыбысты естігеннен қызметкерлер гаражға қарай жүреді. Фердинандтың ұсталып қалмауы үшін кірпілер адамдардың назарын аудару үшін билей бастайды. Жануарлар қызметкерлерді қорқытып жібергеннен кейін Фердинанд үй арқылы үнсіз өтеді. Ол қабырғалы ілуде тұрған әкесінің суретін мүйізімен бірге табады. Жоғарыда қараған Фердинанд қабырғаға ілулі тұрған оңдаған басқа суреттер мен мүйіздерді көріп, аренада айқасқан барлық бұқалар тағы да осы деген қорытындыға келеді. Осы кезде кірпілер шығу есігін ашуға үлгереді, бірақ Фердинанд достарына аренаның тағы бір сою еркінін ескерту үшін қайта оралуды шешеді. Алайда Валенте оған сенуден бас тартып, оны қорадан итеріп шығарып төбелесуге шақырады. Валентенің жағдайын көрген Фердинанд төбелесуден бас тартып, оны тыныштандыруға тырысады. Бірақ бұқа тыңдаудан бас тартып, оны күштеп итере бастайды. Соңында оның мүйізін сындырады. Дәл осы сәтте балконнан бақылап тұрған Эль Примеро Мадридтегі қарсыласы ретінде Фердинандты таңдайды. Ал Марино мырза Валентені сою орнына алып кетеді. Валентені алып кеткеннен үрейленген Лупи дереу кету керек дейді. Бірақ Фердинанд тек барлығы, соның ішінде Валенте де онымен бірге кетсе ғана кететінін айтады. Сыртта көрсе аттар адамдарға ескертетінін білген кірпілер сатқандарды қораға алдап кіргізіп, оларды тұзаққа түсіру үшін тұсақ құрады. Аттар кеткеннен кейін Марена қоршаудан алған жоғары кернеу сымды жеп қояды. Бұқалар қора есігін бекітуге көмектесу үшін жүгіреді. Енді жол таза болғанда Фердинанд Каса дель Тородан шығып сой орнына қарай жүгіреді. Ол жерде Валентені қапаста көреді. Оны құтқаруға бел болған Фердинанд камера есігін ашып, оны қашуға көндіруге тырысады. Бірақ Валенте оның тағдыры екенін айтып кетуден бас тартады. Дәл осы сәтте Фердинанд сою орнының ішінде көмек сұраған Уапоны естиді. Оны құтқаруға тырысуды шешеді. Бірақ ол жеткенде ол орынның машиналарын жұмысын іске қосатын инфрақызыл сәуледен өтіп кетеді. Уапо жойылуға жақын қалғанда Фердинанд оның соңынан жүгіріп белдікті тоқтатуға тырысады. Бірақ сәтсіздікке ұшырайды. Дәл сол сәтте Валенте оның қасынан жүгіріп өтіп, Уапоның гамбургерге айналуына жол бермеу үшін процестің ортасына темір таяқшаны қояды. Дегенмен машиналар жұмысын жалғастырып, Уапоны алып кетеді. Бірақ олар достарының алданып бара жатқанын бақылап тұрғанда тағы бір ілмек өтіп, олардың мүйізін ұстап алады.
Осылайша үшеуі бірден мұз машинасын апарып, оларды мұздатып гаражға апаратын конвейер белдігіне түсіреді. Бірақ бұқалар тым жылдамдықпен фабрикадан шығып, қоқыс жәшігіне түседі. Олар бірге төбеден төмен қарай зулап жеңімпаздар көлігіне соғылады. Бірақ бұл шудың бәрін адамдарды оятып, оларды мүмкіндігінше тезірек қашуға мәжбүрлейді. Мүмкіндігінше тез шығу үшін Лупи мен кірпілер жүргізуші комбинасына кіреді, ал бұқалар артқы жағына барады. Рулдегі кірпілер мен жануарлар Каса дель Тородан қашуға дайындалады, бірақ олардың қақпадан өтіп бара жатқанда қоян тағы да олардың алдына шығып, қорқыныштан есінен танып қалады. Оны басып кете жаздағанда Фердинанд оны алып көліктің артына жағына қоюға мәжбүр болады. Адамдар оларды қуалап жатқанда Марина қоршауда жүрген кездегі электр тоғын пайдаланып табандарын бір-біріне үйкелеп қоянды бірден оятатын дефибриллятор сияқты нәрсеге жасайды. Адамдардан қашқаннан кейін жануарлар ақыры Мадридке жетеді, бірақ қала кептелісінде бірнеше сағат тұрып қалғаннан кейін олардың соңында қуып жетіп қалады. Қуғыншыларды көрген Фердинанд жас кезіндегідей рельспен қашуды ойлайды, бірақ қызметкерлер оларды станцияға дейін қуалайды. Олар сол жерге келгенде Фердинанд кірпілердің бәріне вагонға көтерілуге көмектеседі. Олар жүргізушінің қайда екенін көру үшін бұлай жасайды, және олар қазірдің өзінде кетіп қалғанын біледі. Пойызға жету үшін бұқалар қора арбаны итеру үшін күштерін біріктіреді, ал пойызға жалғасу үшін жеткілікті жылдамдық алады. Бірақ адамдардың олардың соңынан жүгіруді жалғастыратынын түсінген Фердинанд бәрін жоғарыға көтеруге мәжбүрлеп, адамдарды тоқтату үшін қайта оралады, бірақ өзі ұсталып қалады. Фердинанд қайтып келгенде шенеуніктер оны үлкен іс-шараға Мадридтегі аренаға апарады. Бірақ тілшілер оқиғаны жариялап жатқанда Хуан бұқаны теледидардан көріп, Нинамен бірге оны құтқаруға шығады. Үлкен күн келгенде көрермендер арасындағы бір әйел Эль Примеро аренаға кірген гүл лақтырады. Бірақ өзімшіл адам гүлді еденге лақтыра салады. Сол сәтте Эль Примеро адамдардың есікті ашуды белгі береді. Фердинанд тыныш кіреді. Бұқамен бетпе-бет келген Эль Примеро оны ашуландыруға тырысады, бірақ Фердинандтың төбелескісі келмейтінін түсінген Матадор адамдардың жануарды найзамен тесуге шақырады. Адамдардан қашып жүргені Фердинанд аренаның бір жағынан екінші жағына жүреді, ал Эль Примеро одан жалтарады. Абайсыздан Матадордың қызыл матасы бұқаның мүйізіне ілініп қалады. Оның көру қабілетін жабады. Ештеңе көрмеген Фердинанд жан-жаққа жұлқынады, ал Эль Примеро оны қалпына келтіруге тырысып, оны арандатқандай сезінеді. Көп әрекеттен кейін Матадор ақыры матаны ұстап қалады, бірақ Фердинанд оны тартып алады. Бұл Эль Примероның оның дәл үстіне құлауына әкеледі. Матадор жануарға мінгенде Фердинанд оны аренадан шығарып тастағанша жұлқынады. Бұл Эль Примероның одан сайын қорлануына себеп болады. Ашуланған Матадор Фердинандқа шабуыл жасауға дайын екі өткен найзамен аренаға қайта оралады. Бірақ бұл жолы ол адам жануардан жалтарады. Бұқадан қайта-қайта қорланғаннан кейін Эль Примеро ақыры Фердинандқа соққы береді. Ол ашулан Матадор ұстап алып, оны шабуыл жасауға дайындалады. Бірақ ол әйел лақтырған гүлді басып тұрғанын түсінгенде ол кім екенін есіне түсіреді және ақыры тоқтап Эль Примероны босатады. Осы кезде Матадор баяу алыстайды, ал Фердинанд гүлді иіскеп қалады. Бірақ көп ұзамай Эль Примеро қылышпен қайта оралып, оны жоюға дайындалады. Алайда Фердинанд отырып кері шайқасудан бас тартқанда бүкіл аудитория Эль Примеродан бұқаны тірі қалдыруға сұрай бастайды. Аудиторияға мойынсұнған ер адам Фердинандқа сәлем беріп аренадан шығып кетеді. Дау аяқталғаннан кейін Нина орынға басып кіріп гүлдермен қарсы алынған Фердинандқа ақыры жетеді. Дәл сол сәтте Валенте мен басқа бұқалар Фердинандқа көмектесуге келеді. Бірақ олар оқиғаның аяқталған және гүлді үлкен бұқаның жеңіске жеткенін бірден түсінеді. Аренадан шайқастан кейін Марино мырза Каса дель Тородан бас тартып, Лупи, Фердинанд және басқаларды Нинамен бірге өмір сүруге береді. Бұл оларға алғаш рет махаббат пен бостандықты сезінуге мүмкіндік береді. Сонымен біз бұл фильм туралы не ойладыңыз? Төменде пікірлерде бізге хабарлаңыз.